Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер, бүгін біз су кодексінің жобасын және оған ілеспе заң жобасын екінші оқылымда қарастырамыз. Жаңа бірінші оқылымда мақұлданған жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекске және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске енгізілген өзгерістер мен толықтырулар су кодексіне ілеспе болып табылатындықтан, оларды бірыңғай пакетпен қарауды ұсынамыз. Осыған байланысты аталған заң жобаларын екінші оқылымда қарау туралы мәселені бүгінгі отырыстың күн тәртібіне енгізуді ұсынамын. Қолдауларыңызды сұраймын. Құрметті депутаттар, осы мәселелерді екінші оқылымда бүгінгі жалпы отырыстың күн тәртібіне енгізу туралы ұсыныс дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 91 депутат, жақтағандар 91 депутат, шешім қабылданды.